Түркітанушы, публицист, аудармашы, қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынұлы 5 қыркүйекте Қостанай облысы Жангелді ауданында Сарытөбек ауылында дүниеге келген. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ салты, қалзедік қатар ұшып қаңқылдаған, сахара көлге қонып салғындаған, бір өртке қаудан шыққан душар болып, не қалды тәнімізден шарпылмаған, алаштың адамның бәрі мәлім, кім қалды таразыға тартылмаған, дегендер мен жақсымын толып жатыр, жақсылық өз басынан артылмаған, тықылдап қорпысықсып сөйлейтін көп, екпіндеп ұшқыр атша қарқындаған, бос белбеу бұсан туған бозбала көп, киізде шала басып қарпылмаған, еңкеңдеп бетандыған шалдар да көп, телміріп бір туйғаның артылмаған, ақ көңіл алаң-бұлаң адамдар көп, есептеп асын көпке аңқылдаған, қайырсыз неше сараң байлар да бар, қайықтай толқындаған, қалтылдаған, бәрінен тыныш ұйықтап жатқандар көп, ұмтылып талап ойлап талпынбаған, солардың қатарында біз де жүрміз, мәз болып құр түймеге жарқылдаған, не пайда өнерінен, білімінен, тиісті жерлеріне сарп ұрмаған, бұл бір сөз қасірет етіп хатқа жазған, қалмаған түп қасиет қазақ азған, байға мал, оқығанға жер мақсұт боп, ойлайтын жұрттың қамын адам аздан.